Сол жақтағы үшінші есік. Рахмет саған. Оу, күте тұр. Мектеп аумағында жануарлар ұстауға тыйым салынған. Оны сөмкеңе салып ал. Мен сөйтемін. Мен мектепте болғанда олар жалғыз қалады. Оу, жақсы. Рахмет саған. О, жоқ. Сабаққа кешігемін. Кір. Қандай көмегім қажет? Менің атым Twilight Sparkle. Мен жаңадан келдім. Мен Fluttershy'дың тәжді сізге бергенін білемін. Мен оны директордың орынбасары айға сақтау үшін бір жерге қоюын сұрадым. Мұның қалай болғанын білмеймін. Сені күзгі бал ханшайымы қызықтырады ма? Жоқ, олай емес. Шынымен, рас. Мен көріп тұрсыз, тәж шын мәнінде. Күзгі бал ханшайымы? Бұл Кантерлот орта мектебінің күзгі балы. Үлкен гала кеші секілді ме? Гранд колопасы? Бұл менің бұрынғы мектебімдегі үлкен мәселе. Ал ханшайым болды ма? Бірақ ол студент емес еді. Мұнда Кантерлот оқушылары олардың атынан өкілдік ететін біреуді таңдайды. Ол күзгі салтанатта тәжді алады. Сіз менен қызықтыра ма деп сұрадыңыз? Сен тек күзгі бала жоспарлап өзіңді қатысушы деп білуің керек. Басқа бірдеңе болды ма? Жоқ, бұл болды. Жақсы, егер көмегім қажет болса, есігім әрқашан ашық. Twilight, неге тәждің сенікі екенін айтпадың? Айтқым келген, бірақ елестетіп көрші, Эквестрияда ұзын бойлы тіршілік иелері толы. Осылармен біз оларды ақылсыз деп ойлайтын едік. Жақсы айттың. Мен тәжімді қайтару үшін Кантерлот орта мектебінің күзгі бал ханшайымы болуым керек. Сондықтан солай істеуім керек. Сенің жоспарың бар ма? Әзірге жоқ. Жаңа ғана кездескенімізді білемін. Мен үшін қызық болды. Маған бір нәрсеге көмектесе аласың ба? Әрине. Мен күзгі бал ханшайымы болуға шешім қабылдадым және... Құдайым-ау. Кешір. Бұл тек лайықты күзгі ресми ханшайымға арналған шынымен нашар ой. Неге? Сансет Шиммер күзгі бал ханшайымы болғысы келеді және ол қалаған кезінде алдында тұрған адамның өмірін қорқынышты етеді. Ол ханшайым болу үшін аянып қалмайды. Мен тырысамын. Ол көптеген дауыстар жинау үшін бәрін сендіріп алған. Спортшылар, сәнқойлар, әртістер, эко балалар, техниктер, рокерлер. Неге понилер? Неге бәрі осылай бөлінеді? Сенің мектебіңде бәрі басқаша болған шығар, бірақ Кантерлот орта мектебінде бәрі өз түріне бөлінеді. Олардың ортақ бір қасиеті бар. Олар Сансет Шиммер мектеп бітіргенше басқаратынын біледі. Мен көмектесе аламын. Сонымен партия жоспарлау комитетін қайдан таба аламын? Fluttershy оның осында екенін айтты. Абай бол! Сәлем, менің атым Twilight Sparkle. Пинки Пай? Сен көріп келсің бе? Жоқ, мен олай ойламаймын. Егер бұл болмаса, мұнда жасауға болатын нәрсе әдетте емес. Fluttershy күзгі балдың партиялау жоспарлау комитетін осында табылатынымды айтты. Fluttershy ма? Ұялшы ханым, сені ақымақ қылуына жол берме. Ол нағыз ақымақ болуы мүмкін. Екеуің дос емессіңдер ме? Сені көп күттім. Балға арналған аты жөнің? Бал ертең. Мен жаңадан келдім.
Маған сенің түрің таныс көрінді. Енді мен шынымен де сенің қалада тұратын Спайк атты иті бар егіз әпкең дәл саған ұқсайды ма? Мүмкін. Солай ойлаймын. Енді сен мынаны толтырсаң, ресми түрде күзгі бал ханшайымына үміткер бола аласың. Мәссаған, сен де шынымен нашар қолжазба. Сен ешқашан қалам ұстамаған секілдісің. Солай ма? Біреу алма шырынына тапсырыс берді ме? Ой-ой-ой, мен. Қалғанын әкеле аласың ба? Иә. Ей, мен сені білемін. Сен не істейсің? Әрине, сен жаңадан келдің. Бүгін Sunset Shimmer'ді орнына қойған. Twilight Sparkle Sunset Shimmer'ге қарсы тұру үшін күзгі бал ханшайымына үміткер болмақшы. Мен бұл туралы 2 рет ойланар едім. Әрине, ол басқалармен достық қарым-қатынаста шығар. Мен достық жұмыстарын асыға күтемін. Мұны есту өте жақсы. Бірақ содан кейін құлата салады. Мектепте Sunset Shimmer'ден гөрі жалғыз сенімді қыз Rainbow Dash. Rainbow Dash? Ол Canterlot орта мектебінің команда капитаны. Ол капитан да бірдеңе жасайды. Кері бұрылып және алаңдатпайтынын көрсету де ғажап емес. Кеңесіңе рахмет Applejack, бірақ бұл маған қажет. Өзің біл. Сен менің атым Applejack екенін қайдан білдің? Мен өзің айттың. Жоқ. Жақсы болғаны сөзсіз, екеуіңмен де әлі кездесеміз. Қайта кездесетінімізге сенімдімін. Ол құпия жасыруға тырысады, бірақ мен оған тоғыттай құмармын. Ол бір түрлі. Солай десең. Бұл қорқынышты көрінеді.